Сәлем, ас үй ханшайымдары. Мен бүгін сіздердің сұрауларыңыз бойынша медовый тортымның рецептімен бөлісейін дедім. Өте оңай, өте тез жасалады. Ол үшін бізге 100 грамм сливочное масло или маргарин, 3 жұмыртқа, 150 грамм қант, мед, пищевая сода және ұн керек болады. Ең алдымен құрғақ ыдысқа қантты, майды, балды салып араластырамыз. Оны водяной баняға қоямыз қоспаны. Жақсылап қант ерігенше араластырып, 1 чайный ложка соданы салып, жақсылап араластырамыз. Қоспамызды суытып, 3 жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаны ыстық қоспаға салуға болмайды. Жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, оған ұнды салып, вилкамен араластыра береміз. Миксері жоқ, қыздар, қорықпаңыздар, бұл вилкамен де жақсы шығады, өте әдемі. Ұнды салып, қаймақ кәдімгі қоюласқанша вилкамен араластырып отырамыз. Одан кейін ұнды салып, кәдімгідей қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр болады. Оны осындай майда бөліктерге бөлеміз. Кішкентай дөңгелек бөліктерге бөлеміз. Және оны осылай әдемілеп, жұқалап жайып, печкада 3-4 минутта пісіріп алып отырамыз. Дайын болған корждардың арасына кремімізді жағып, коржды кескен кезде жан жағындағы кесінділерді майдалап, пакетке салып, оқтаумен майдалап алуға болады. Блендері жоқ қыздарға. Соны бетіне себелеп шығамыз. Вуаля, әдемі дәмді болады.